Павлодар облысындағы Майғайың алтын кәсіпорнына қарасты кенішке құлаған автобустағы 4 адамның 2-і қаза тапқан. Марқұмдардың денесі сыртқа шығарылды. Тереңдігі 150 метр шұңқырда құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқан мамандардың өміріне де қауіп төніп тұр, өйткені топырақтың опырылуы тоқтамаған. Оқиға түнгі 1:30 шамасында болды. Шақырту түсіп, кәсіби әскерилендірілген авариялық құтқару қызметшілері мінген автобус кенішке жақындағанда жер опырылып кеткен. Ішіндегі 3 маман жүргізушісімен бірге 150 метрлік тереңдікке құлапты. Түнгі сағат 3-терде басталған құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Өкінішке қарай 4 адамның 2-інің өлі денесі табылып, жоғарыға шығарылды. Әлі 2 адам табылған жоқ. Шахтада жұмыс істеп жатқан 33 адам эвакуацияланған. Кеншілердің өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Бірақ автобусты ішінде қалған тағы 2 адаммен шығару қиындық туғызуда. Құтқару жұмыстары өте күрделі жүріп жатыр. Кеніштің жан-жағынан кез келген уақытта топырағы опырылып түсуі мүмкін. Сондықтан басқа құтқарушылардың өміріне қауіп төнбеу үшін сақтық жасаудамыз.